Күй аңыз әңгімесі жазушы Тахауи Ахтановтың 1960 жылы жазылған Тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер иесінің адалдық, имандылық қасиеттерінің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік, адамгершілік мазмұнда сипатталады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан түзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, суалған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған.